ешқашан тоқтама. Қайта барсаң айналып тортас қана. Ендетсең солған шойнайды арқанды. Жауыр болды. Ылғи салық, қақтатам. Әне, келе жатып шабуылдап шапарман. Әзірге келіп қалды алар жан. Айдырсын ағай, енді қайтып не амал? Олар меккен бас тұтқа бір соға. Ей, тағылар, шаңқайлар шулама. Ояз керді не шу мұны? Татна дауылдағындар. Алқымына келмей жатып алдыңдар. Ей, тұқта енді, ояз болсан жөнмен, адамы келгісітті сәнмен. Неге сатсы келгесін қой? Кәсіп сен сал құтай. Солай ма? Өсектіге бір өл. Қайтсын ішінде бойдан болған өңкегім. Жетер енді қорлаған. Ұстамасыңар қаландар. Аямандар, қорқпандар, таймандар. Көк салды мерек көзге. Сен сал құлаға тойланбай. Отағасы! Ахметке абай бол. Ахмет, оқы алам. Отағасы, еш уайымдама. Аманатыңа қиянат жасамын. Шыбын жаным кеудемде тұрғанда, Ахмет баламды оқытамын. Ассалаумағалейкум жаңғыртас. Ассалаумағалейкум алеке. Қалың қалаймыз, ә? Жақсы. Қалай, суретіктегі ағай туыстар аманшылықта болар. Шүкіршілік Ахмет. Хабарласқанда қанды. Сол ағамыздың өткір өзекті мақалалары, жазғандары біздің айқаптың ажарын ашып тұр емес пе? Осы жерге келер алдында хабарласқан барлық дамыма дұғай сәлем айтып жатыр. Саламат болсын. Олай болса іске көшейік. Өткендегі мәселе төңірегінде біз өз пікірімізді қазақ газетіне жарияладық. Оны оқып танысқан боларсың. Иә, оқып таныстым. Я Мұхамеджан, сендердің Ресей құрамында бүкіл түркі жұрты, барлық мұсылман қауымы бір түлдің астына бірігу керек. Идеяларды толық қабылдай алмады. Қалайша? Солайша. Әсіресе ол түйіннің астындағы біріккендердің ортақ тілі, татар тілі болу керек дейіндер. Өлдем ақылға сыймайды ғой. Міржақыптың қызуын атында жөні бар. Сол татар тілі бір тұтсақ не болатынын көз алдына елестетші. Татарда не көп, газет көп, журнал көп, кітаптары да баршы. Ал қазақ тілі қай тілден не? Орыс ғалымы Радов айтқандай, түркісінде салқын ішіндегі ең бай, ең орамды, ең көркемі қазақ тілі деген сөзін қайда қоямыз? Сіздер айтқан жолмен жүрсек, татар тілі қазақ тілін жұтпайды деген ойыңыз болған жоқ па? Онсыз да Қазаннан келген молдаларымыз біздің шәкірттер миын олап, тілін құртып жатқан жоқ па? Осы ретте ең басты мәселе тіліміз тек қазақ тілі болу керек. Ал тілі жоғары жұрттың өзі де жоғалатындығын еш уақытта естен шығармау керек, Мұхамеджан. Бұл ойды мен ғана емес, Әлихан ағайымыздың құрмет тұтар азаматтары Бақытжан, Қаратай, Жанша, Сейдәлінді қолдап отырған қаперге алу керек емес пе? Дұрыс, Мұхамеджан. Сонымен Ахмет, Мәскеу не дейді? Лениндің қабылдауында болды. 1,5 сағат бойы пікір таласқан. Сөздің қысқасы, Лениннің декретімен Қырғыз қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құрылды. Соның мүшесі болып мені тағайындап отыр. Өте қуаныштымын. Қуаныштысы сол, өз өкілеттігімді пайдаланып, Ресей аумағына өтіп кеткен Қостанай өзімізге қайтарып алдық. Құтты болсын. Бәрекелді. Мемлекетке өткен олжамен қайтыпсыз. Мемлекеттің тұтастығы үшін зор үлес қостыңыз ғой. Иә, зор екен рас. Алда шешілер мәселе шаш етектен болып тұр. Міржақып, жаңалығым, қазақ жерінің шекарасын анықтау жөніндегі комиссия құрылып отыр. Соны басқаруды маған тапсырып отыр. Құба-құп болыпты ғой. Сіздің үйіңізге атқарылған жұмысты жақсы істейтініңізге сенімдімін. Төрем, істеріңізді бір мезетке сұрып қойып дастарханда отырыңыздар. Әрине, төрлетіне.
арылмада алтын басың азаптан, көрген бір кем емес тозақтан. Ғұмырыңда түрме көрдің песірет, көрдің сорлық өзің туған қазақтан. Жазғың сол елді ұяттың ұйқыдан, әліпбиін сыйға тарттың нұр туған. Қырық мысал қырық халқына өнеге бағдар болған жас ұрпаққа ұмтылған. Ұлттың тілін ұлық тұттың қадірлеп, сан ғылымның сырын аштың мәлімдеп, титтей кінәң болмаса да құзғындар. Алып кетті сарылетті әлім жолды. О жаратқан, аман болғай абысым, шаңырағыма жоламашы зарлымым. Жүрек шіркін, туламашы не сезім. Кет әлі кет, мен бір жоқ сәрлі күн, жоламашы кет әлі. Бәдірім! Allah'ım kudret kıştı Kudayım. Ahmet Törim diyası şartlara şankaydı. Ne diyorsun aşağı sararısın? İngedik nasılında merimin niye bana kıymadın? Benim ölüm cünüm benim. Kendim baskan imdalar ölüm benim. Ölgen күні апарып тығары көр. Мен жоқ болман көміліп тәнім менен. Тән көмілер, көмілмес еткенсің. Ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жыртықпаса басын жабықпаймын. Ел бүгін үшін, менікі ертең үшін.